Қарағанды қаласының мәдени ошақтарының бірінде қаламыздың 80 жылдығы мен Конституция күніне орай ауқымды шара ұйымдастырылды. Конституция тақырыбында сыр шерткен кітапхана кешінде еліміздің жеткен жетістігі мен алған белестері сөз болды. Кештің құрметті қонақтары қатарында ел сенімін мойнын алған сарбаздар да бар. Ата заңға көрсетілген ерекше құрмет пен мерейлі күннің жетістіктері жөнінде толығырақ тілші тарқатады. Қазыналы орда Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы кітапханада Атазан ел амандығының кепілі атты әдеби ашық көрме ұйымдастырылды. Тәуелсіздіктің тірегі, ел мен мемлекеттің құндылығын дәріптеген орталық қалалық кітапхана қызметкерлері кешке айрықша дайындалғандарын жасырмады. Бүгін кітапханамызда Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасында Атазан ел амандығының кепілі деп аталатын әдеби ашық көрме ұйымдастырылды. Бұл көрме 5 бөлімнен тұрды, әрбір бөлімге тоқталып өтті. Мұхтар Әуезов атындағы орталық кітапханада өткен шарада Конституция ұғымы барынша түсіндіріліп, заңда көрсетілген қағидалардан ақпар берілді. Кештің құрметті қонақтары қатарында еліміздің сайып қырандары, ел мақтаныштары 65-тен 05 әскери бөлімінің командирі мен сарбаздары да бар. Бүгінгі болып жатқан Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада Атазан күніне орай іс-шараға үлес қосып отырмыз. Осы мерейтойымызда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамызға рахмет айтамыз. Біздің де әскери бөлімде осы мерейтойға бірнеше іс-шаралар қолданып жатыр. Көптің киелі сөзін ұлықтаған кеште Кемел Конституцияның тәуелсіздігі арқылы қабылдадық деген кітапхана қызметкерлері ұлық мерекемен жиналған жұртшылықты шын жүректен құттықтады. Айдын Тонтайтегі, Бауыржан Ермағанбетов, 5-ші арна.